인생은 흘러간다. 어디로든. Сен 6 сағаттан кейін өлесің. Күн сайын мен өзіме жоспарлаған хабарламаларды жіберемін. Өліп қалма, ауыртпашылықты сезін. Маған бір дана көк шылым беріңізші. Сіздің ойыңызша бұл тамақ па? Не болыпты? Сенің жегеніңді көріп жегім келіп кетті. Егер сіз көбірек жұмыс істесеңіз, айлығыңызды көбейтеді ме? Енді бұл бәрі бір аз ақша ғой. Бірақ бұл мемлекеттік жұмыс қой. Көбісі сіз секілді болуды қалайды. Мемлекеттік жұмыскер. Басқалар сияқты сен де тырысып жұмысқа кіріп көрсеңші. Мен алатын айлық өзімнен артылмайды. Сіз секілді болу қайдан?
Егер қазір мен кетпесем, мені қақсап қойған шал деп айтасың. Сондықтан мен кеттім. Ағай, тоқтаңыз. Не болды тағы? Менің бүгін туған күнім еді. Енді? Жай. Бір нәрсе керек пе? Олай болса, алып берер ме едіңіз? Бүгін кешке дәмді бір тағам жеп қайтайық. Нақты не? Оны ойлану керек. Кездескенше. Мен бүгін 29 жасымен қоштасамын. Мен 30-ға толғанда жақсы өмір сүрейін бе деп ойлаған едім. Бірақ мен бүгін тағы да өзімнің жұпыны үйімде ояндым. Мына кескін анамның үйіндегіні есіме алады. Осындай тозақтық жерден қашатын болсам, барлығы жақсы болады деп ойлағанмын. Бірақ олай болған жоқ. Мен бұл адамдарға қарап армандадым. Тым болмағанда осылай өмір сүргім келді. Бірақ өмір өз жолымен өтуде. Жасыл түс, жүрулеріңізге рұқсат. Алты сағаттан кейін сен өлесің. Сіз қазір не деп тұрсыз? Сен бүгін түнде өлесің. Басқа діни секталарға қарағанда сіз ерекшелеу екенсіз. Бері тыңда. Бұл өте маңызды. Не істеп жатырсыз? 5 минут қана. Тыңдашы. Мені жайма қалдыр. Мен кездесуге асығып бара жатырмын. Пайдасыз, бәрібір құрбыңмен кездеспейсің. Миджон! Не? Көп күтіп қалдың ба? Маған жаңа бір түрлі адам келді. Чоньон, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен саған жазған сияқты едім ғой. Сен? Жаздың ба? Қымбаттым. Қымбаттым, келдің бе? Тез келдің ғой. Бұл кім? Бұл менің құрбым, Чоньон. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Чоньон, бізге кету керек. Қазір фильм басталады. Мен саған кейін жазамын, жарай ма?
Жарайды, онда біз кеттік. Иә, сәттілік. Мені құтқармай қойсан да болатын еді. Ақыры бүгін өледі екенмін ғой. Егер сен өлгеніңде мен қуанатын едім. Және менің көргенім қате болатын еді. Сен не? Көріп келмедің? Менің көргендерім ылғи орындалады. Жаңа ғана өзіңнің көзің жетті. Мүмкін саған ақша керек шығар. Менің өмірімді құтқарған болып ақша алмақшысың ба? Мына қойылымды доғар. Сен сияқтыларға менде ақша жоқ. Мен бәрін көрдім. Қалай өлетініңді. Мен сенің тағдырыңды көрдім. Не? Тағдырымды? Мен саған құрбыңмен кездесу болмайды деп айтқан жоқпын ба? Бұған келетін болсақ, менің құрбым бізде кездесу екенін ұмытып кетіпті. Енді кездесу бәрібір болған жоқ қой. Бұл сенің мылжыңыңның рас екендігін дәлелдемейді. Енді көзіме көрінуші болма. Әйтпесе полицияға хабарлаймын. Мен адамдардың болашағын көре алам. Нақтырақ айтқанда 5 сағат 49 минуттан кейін сен өлесің. Неліктен? Неге мен өлуім керек? Құрбан болған Ким Хеджи 23 жаста. Өлім уақыты шамамен 11 маусым мен 12 маусымның аралығында. Мойыны мен кеудесіне тиген жарақат көп қан жоғалтуы мен өліміне әкелді. Қылмыс орнында қанішердің қаруы табылған жоқ. Оқиға болған орынмен айтса, қылмыскер жәбірленушіні басқа жерден өлтіріп, денесін осында қалдырып кеткен. Пайдалы бір нәрсе бар ма? Біз Ким Хеджидің телефонын экспертизадан өткіздік. Сен бүгін өлесің. Саған не керек өзі? Алдыңда не болатынын ескертіп тұрмын. Бұл қылмыс күнінде жазылған. Ким Хеджині сонда сталкер аңдыған ба? Олар бізге қыздың өліміне дейін бір ай бұрын келіп ескерткен. Бұл өлім Тастанды Сихан фабрикасында орын алған. Жәбірленуші өлген Жи Сойонның сіңілісі. Оқиға болған күні белгісіз нөмірден оның өлімі жайлы ескерту келген. Өлімі жайлы ескерту? Иә. Сен өлесің. 8 сағаттан кейін. Ей, сен кино түсіріп жүрмісің? Әлде сериал ма? Мұның бәрі не үшін екен өзім де түсінбеймін. Мен де кейбір адамдардың ғана болашақтарын көрем. Қандай? Өлім? Жай ғана өлім бейнесі емес. Көрген заттарымды толыққанды жеткізу өте қиын. Не заттар? Адамдар кейбір кезде ненің болатынын және ненің болмайтынын болжап айта алады. Бірақ мен көретін нәрсе мүлде ойға сыймайды. Ешкім болжай алмайтын нәрсе. Сонда сенің айтуыңша,
Егер қаласаң бәрін көре аламын деп тұрмысың? Мындағының барлығын болашағын көре аламысың? Қалағанымды көру менің қолымда емес. Бейнелер нақты бір адамды көрген кезде ғана пайда болады. Демек, мені кездестіргенде менің қалай өлетінімді көрдің ғой. Жарайды. Ал, қалай өледі екем? Көлік қақтығысы? Әлде жүрегім тоқтап қала ма? Бәлкім мені зомби тістеп алады. Сені өлтіріп кетеді. Мені өлтіреді ме? Қалай мені өлтіреді? Пышақпен. Қайда? Кеудеңнен. Сонда мені кім өлтіреді? Мен тек қана... Пышақ соққысынан құлағаныңды ғана көрдім. Дәл сериалдағыдай екен. Ең қызық жерінде аяқталады. Ары қарай не болады? Дәл сол күні сол уақытта? Мен кеттім. Айтпақшы. Неге тура 6 сағаттан соң? Себебі сағаттың түн ортасын көрсетті. Неге тура бүгін? Бәлкім ертең? Менің көргенімде, сен дәл осы киімде болдың. Түсінікті. Демек, оны шешсем өлмеймін ғой? Өте күлкілі. Киім ауыстырып келейін онда. Осы кезге дейін барлық көргенім. Шынайы өмірде де дәл солай орындалатын. Сен бұны дәлелдей аласың ба? Бері кел. Өшіре берсең болады. Бізге емдегенде бір күдіктіні табу керек. Әйтпесе бұл сериялық өлтіруші ісіне көшеді. Мүмкін әлгі көріпкелдің сөзін тыңдасақ қайтеді. Екі жәбірленушіні де белгісіз адам аңдыған. Көріпкел мен аңдушы да екеуі бір адам болуы мүмкін бе? Жәбірленушінің психикасын сындырып, оны қашу мүмкіндігінен айырған. Ал кейін оны аңдып өлтіруі де әбден мүмкін. Бейнеден басқа күдіктіге қатысты айғақтар бар ма? Екі қылмыстан кейін бізге анонимді қоңыраулар келді. Анонимді қоңыраулар? Нөмірін таптыңдар ма? Иә, екеуі де таксофон екен. Онда камера бар емес пе? Олар не соқыр аймақта, не мүлдем бақылаусыз. Капитан, мұның барлығы алдын ала жоспарланған сияқты. Өзін жарнамалайтын қарапайым қылмыс. Ким Хеджидің ісіне оралатын болсақ, мен видеорегистратордан кадрларды алдым. Таксофон жанында тұрған машинадан алынды. Сараптамаға видеоларды жіберіп қойдым. Базар жоқ, Юнджин. Сен тез өсіп кетіпсің ғой. Сенен осы жақсы тергеуші шығады ау. Болды, тыныш, нақты айғақтар жоқ. Қуануға ерте. Офицер Пак видеоанализдің нәтижесін күтіп ақпарат таратушыны тап. Ал сендер жәбірленушінің телефонындағы ақпараттар тексеріңдер. Яқып болады. Бізге күдіктіні табатын кез келген айғақтар қажет. Офицер Ли мен Ким оқиға болған орынды тексеріңдер. Жақсы. Болды, іске кірсіңдер. Иә. Рахмет. Жұмысыңызға рахмет. Сізге де. Нәтиже дайын болғанда бір хабарын айтам.
Рахмет. Сон Беним. Иә? Біз оны ұстаймыз ғой, ә? Әрине, бұл біздің жұмысымыз. Бір ай бұрын 11 шілдеде багажник ішінде қамалған бір әйелді көрдім. Сен ол әйелдің өлетінін ескерттің бе? Иә. Бірақ ол маған сенген жоқ. Оны мәжбүрлей алмадым, себебі оған өзім әрең сендім. Бір жыл бұрын тамыз айында қараусыз қалған зауытта әйелді өлтіріп жатқанын көрдім. Бірақ оқиға орнында уақытында білмеймін. Мен ештеңе біле алмадым. Олардың бәрі өлді. Бәрі мен болжағандай өлді. Демек, сенің болжауыңды дәлелдеу үшін менің де өлуім керек болғаным ғой. Юнжон, ау, есіңде ме? Сен әлгі адамның үйіне кірдің деп едің ғой. Кімнің? Әлгі сталкері ме? Мен бардым, бірақ есігінің алдында бірдеңен дұрыс емес екен сезіп қашып кеттім. Оны есіме алсам, денем тітіркеніп кетеді. Саған не үшін керек еді? Маған оның мекен жайын жібере аласың ба? Мекен жайын? Не үшін? Сталкермен кездесейін деп едің? Ол сен әлі жайыңа қалдырмады ма? Жоқ, жай бірдеңені тексерейін деп едім. Тексеру? Оның үйінде не тексерейін деп едің? Не болып қалды? Жай ма? Бәрі дұрыс па? Мен саған кейін айтамын. Жарайды, түсіндім. Бірақ онда жалғыз барушы болма, түсіндің бе? Қазір мекен жайын жіберемін. Сен қоңырау шалып па едің? Мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Бірақ енді керек емес. Саған не керек болды? Жай ештеңе. Мейлі онда. Қайда кездесеміз? Менің жедел шаруаларым шығып қалды. Өзім кейін хабарласамын. Біткенде айтарсың. Тергеуші Пак, егер бір нәрсе болса маған айтарсың. Сен маған бұл жайлы неге айттың? Менің не істегенімді қалайсың? Мен не, болашақты өзгерте аламын ба? Жоқ, өзгерте алмайсың. Бірақ сенің орныңда болсам, сені өлтіргісі келетін адамды табатын едім.
менің өліміме дейін 5 сағат бойы мені өлтіретін адамды іздеймін деп шештім. Егер көрсем, өлтірем. Сені маған тағдыр дайындаған. Менің қайда бара жатқан неге сұрамайсың? Қайда бара жатсың? Мені бір еркек аңдып жүр. Мен оны қазір таппақпын. Егер сен айтқандай бүгін мені біреу өлтіретін болса, демек ол сол адам. Таныстыңдар ма? Ол 3 сағаттық кездесулер үшін маған ақша төлеген болатын. Ол қарапайым кездесулерден онша айырмашылығы болмайтын. Біз қыдырдық, тамақтандық. Көбіне ол немен айналысатынымызды өзі шешетін. Ұнатпайтын тамағымды жеген кездерім есімде. Кейде қойылымдарға баратынбыз. Сөйтіп тура 3 сағаттан кейін қоштасатынбыз. Кейде ол маған аяқ киім мен киім алып беретін. Ал мен ала беретінмін. Мен кетейін. Үш сағатқа 400 000 вон. Кейбіреулер тұтынушыларының үйіне баратын. Көбірек ақша алу үшін. Ал сен ше? Мен тек кездесулерге бардым. Ол адам менің жанымда өте тыныш болатын. Ешқандай талаптар да болмайды. Бір қызығы, ол кездесуде тек мені көргісі келді. Бірақ менің жанымда бақытты болған жоқ. Сонбай? Иә? Мазе клубы жайында есіңізде ме? Жасөспірімдерді сексуалды құлдыққа тарту. Оны Чихуэ Чондо басқарған үшін жауып тастаған сияқты еді ғой. Иә, бірақ соңында 3 жылға сотталды. Болыс пен офицер Нам екеуіңіз айналыстыңыздар ғой, иә? Иә? Бірақ бұның біздің ісімізге қатысы бар ма? Зерттеу барысында екі құрбанның да Мазе клубында жұмыс жасағанын байқадым. Сенімдісің бе? Иә, сенімдімін. Сандо ауданындағы өз-өзіне қол жұмсау да бұл іспен байланысты болу мүмкін. Ол әйел де Мазе клубында кезінде жұмыс жасаған.
Бұл істі офицер Пакқа беріңдер. Офицер Пакқа беріңдер дейм. Капитан, менің қолымнан келеді. Сенің қолыңнан келмейді дегенім жоқ. Тек сен келмей тұрып, бұны офицер Пак жүргізген. Сондықтан соған бергенің дұрыс. Мен оны өзіме ала аламын. Дауласпай бер деген соң бер. Бара берсең болады. Кихун. Бәрі біз ойлағаннан да қиын. Хён, мұны өзім шешем. Тек уақыт бер. Клубтың жабылғанына бір ай өткен соң, ол мені аңдай бастады. Менің хаттарым жоғалып кетті. Полицияға ескерттің бе? Әрине. Ол нақты сол клубтағы адам деп айтты. Сосын не болды? Оның сталкер екендігінде ешқандай дәлел жоқ. Бәлкім бұл басқа госклубтағы бар шығар. Клуб қонақтарға біздің жеке ақпаратымызды бермейді. Не дегенмен оған қатал тыйым салынған. Қонақтармен жеке кездесуге болмайтын, себебі бұл клубқа ешқандай ақша келмейтін. Бірақ мен әлгі адамды бірнеше рет кездестірдім. Ол мені аңдыған болар. Кездесуден кейін менің қайда тұратынымды көріп алды. Меніңше ол мені әдейі алып тастады. Бұл қаншер болғаннан кейін, бұл іс қиынға түседі. Сенің қамыңды ойлап жатқан шығар. Мен білем. Бірақ ол менің барлық жұмысымды сізге берсін деп айтты. Оған себеп менің әйел болғаным ба? Мүмкін солай да шығар. Не? Офицер Ли, сен бұл іске басқа жағынан қарайтын сияқтысың. Құрбан болғанның барлығы әйелдер. Сен де әйелсің. Жаның ашып жатқан шығар. Бұл Бірақ та құрбандарға жанашырлық сені ұтымды етіп көрсете алмайды. Себебі кейде сезім шындықты айтып қойып жатады. Сайтан алғыр. Дәл шаудар сияқты айттым. дұрыс айтасыз. Мен өзіме келіп орныма ораламын. Бір шылымның өзі де жетеді. Бір жыл бұрын мен жасаған клубты жасөспірімдермен айналысқандары үшін жапты. Оларға дәлел керек болғаннан, мен де тергеу астында қалдым. Онда кәмелет жастағылар бар екенін білдіңіз бе? Мен бағдарламадан хат алу арқылы жұмысқа шықтым. Ол жерде қанша және қандай адамдар болатынын білген жоқпын. Олар өздерінің шын аттарын қолданған жоқ, тек қана лақап аттары. Мен қайдан білейін? Мына визитка туралы не айтасыз? Қонақтар QR-кодты сканерлейді. Сөйтіп бізбен кездеседі.
Мұнымен айналысқаныңа қанша болды? Мен кәмелет жасқа толғанмын. Оны не үшін айтуым керек? Басқа жерде жұмыс істедіңіз бе? Жоқ. Бұл алғашқы жұмысым. Демек сіз жасөспірім кезіңізден бастап жұмыс істедіңіз. Солай ма? Мен сізге жоқ дедім ғой. Онда бұндай жұмыс сізге не үшін қажет болды? Сырттай тәрбиелі қызға ұқсайсыз. Сонда не? Қандай дені дұрыс? Жұмыс жасауым керек? Ақша табу үшін басқалар сияқты қауіпті жұмысқа тұру керек. Неге қауіпті өмір сүрмеске? Иә, мен. Білесіз бе? Күніне қанша тірлік жасайтынымды. Барымды салсам да, ештеңе жинамаймын. Тамақ ішкенде қолым дірілдейді. Өміріммен күресті ешқашан тоқтата алмаймын. Қалай лайықты өмір сүрмекпін? Айтыңызшы маған. Тыңдаңыз. Мен аямаңыз. Керек емес. Енді не айтасың? Менің бұрынғы жұмысым жайлы. Егер 3 сағатқа адамды бақытты қылып алсаң, онда қалғаны маңызды емес. Білмеймін. Мүмкін, мен өзімді де басқаларды да алдап жүрген шығармын. Сендерге не керек? Құдайым ай, жұмыс бастан асады. Кешіріңіз, сіз мұнда тұрасыз ба? Жоқ, Онда сіз мұнда тұратын адамды білесіз бе? ол кетіп қалған. Не? Қайда? Ол бүгін пәтерді босатты. Қарғыс атқыр. Онда сіз оған кім боп келесіз? Мен оның үйінің иесімін. Шаршап кеттім. Мынау не тағы? Кешіріңіз. Сіз оның қайда кеткенін білмейсіз бе? Еліме кеттім деді. Еліне? Ол паромға 21:30-да отыратын айтты. Оның осында екенін кім білген? Оның елі қайда? Яньбянь. Егер оны білсеңдер, өздерің сұрамайсыңдар ма? Енді жаңа үй иесін іздеу керек. Қаншама мәселе. Сонбай, мен бұл адамды бірінші рет көріп тұрмын. Тоқта, кімді айтасың? Қазір Личонионмен бір жігіт жүр. Жігіт? Сен қайдасың? Чайнатауында. Чайнатауында? Егер мүмкіндік болса, маған оны суретке түсіріп жіберші. Жақсы. Одан көзіңді алма. Бір нәрсе болса, бірден маған ескерт. Түсіндім.
Сенің ойыңша, біздің тағдырымыз шешіліп қойған ба? Жоқ, мен олай ойламаймын. Сенуге мәжбүрмін. Менің өліміме 3 сағат 11 минут қалды. Сенің айтқаныңа сүйенетін болсақ. Отбасыңмен кездескің келмей ме? Жоқ, ешкімді. Іс қалай жүріп жатыр, күдіктіні таппадыңдар ма? Бейне регистратор таксофонын ауыз жерден сүрген, сондықтан бет әлпетті байқай алмаймыз. Бірақ тырысып көрем, мұнан өтеу керек қой. Тағы да кофе алып келейін бе? Жоқ, керек емес, келесі жолы ішуге шақырарсыз. Менің уақытым жоқ, сондықтан тездет. Саған не болды? Көріп тұрмын. Ей, сенде бәрі жақсы ма? Жасы елген әйел. Не айтып жатсың? Мен оны танымаймын. Ол саған ұқсайды. Айналасында отбасысы бар. Өте қайғылы көрінді. Ол адамдардың арасында мен де бармын ба? Жоқ. Не болды? Менің әжем ауруханада. 2 апта бұрын апатқа ұшыраған. Сені мұнда көрем деп ойламадым. Қалың қалай? Мен үйіме қайтқалы тұрмын. Мұнда басқа қалудың мағынасы жоқ. Сені соңғы рет көргеніме қуаныштымын. Мынаны ал. Біздің алғаш кездесуімізде осыны маған бергенсің. Енді бұл маған керек емес. Қош бол. Тоқта. Саған сұрақ қойсам болады ма?
Иә? Неге осы уақыт бойы мені таңдадың? Менімен кездесуде сен көңілді болған жоқсың ғой. Себебі сен мені түсінетін шығарсың деп ойлағам. Бірақ қалай болғанда да біз бір орында қалып қойдық. Жалғыз. Менің есімім Ли Чон Хэ. Мен ұмытпайсың деп ойлаймын. Мен Ли Чон Юнмын. Ли Чон Юн. Ли Чон Юн. Басқа адамдардың болашағын көру қалай екен? 미래를 보는 거. Ауыр. Себебі мен ештеңе істей алмаймын. Сен өліп жатсаң, маған тек қарау ғана қалып тұр. Демек бәрі бір келкі. Болашақты білсең де, білмесең де бәрі бір ауыр. 알아도 Менің әжемде бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Оған қоса, әжемнің сүйектері тез қалпына оралуда. Оның тәбеті де жақсы. Ал сен мұнда өлетінеме сенімдімісің? Екі апта бұрын ауруханадан хабарласты. Әжемнің отасына төлеу керектігін айтты. 말하더라. Анам ақша жоқ екендігін айтты. Сөйтіп ауруханаға менің номерімді берді. 10 жылда алғаш рет отбасым жайлы хабар алдым. 할머니 무사하셔서 다행이다. 뭐 하고 싶어? 만약에 오늘 밤이 그냥 지나가면 Мен кішкентай үйде тұрғым келеді. Жақсы көретін адамдармен бақытты. Өз армандарыңды Не? 꿈꾸는 орындайсың. Онда сен де елестетесің. Сен болашақты көресің. Көретінім тек қорқынышты түстер. Сенің сұмдығыңа дейін 2시간 반 남았네. 됐습니다.
Бұл Ким Джуну, 김준호? фабрикадағы құрбан Джи Сойон. Ол оның қызы болған. 이제 어디 Енді қайда барасың? Қайда баратынымды өзім де білмеймін. Болжау бар ма? Мен тек сенің түн ортасында өлетініңді білем. Мұнда сені мен не үшін тұрғанымды білмеймін. Сені өлтіргелі тұрған адамды іздеп жүрміз. Ал егер сен мені алдап жүрсеңші, қайдан білемін? Мен сені алдап қайтем. Сенің ойыңда не бар екенін кім білсін? Жарайды. Мен сенің артынан жүріп бастадым. Мұнда Ким Джуну қылмыскер. Мүмкін. Бұл оған не үшін керек? Жазалау. Жазалау? Ол Джи Сойонның алаңсыз жүргенін көре алмай тұрған сияқты. Не дегенмен атына дақ келтірді емес пе? Ким Чуну оны өзінің бір затындай көрген сияқты. Және ол өз жеке меншігінен құтылмақшы болуы мүмкін. Бәрі де мүмкін. Ол өзінің жүріп жүрген қызын өлтіріп өзін ақтап алды. Ал мұнда Ким Хэджидің не қатысы бар? Мейс клубындағы байланысты білгісі келетін сияқты. Немесе бұны өзінің міндеті ретінде көріп, адамдарды тазалап жатқан сияқты. Сон Беним, сіз бұл жайлы капитанға айтасыз ба? Айтуға міндеттімін. Ким Чунуны күдіктілердің арасына қосып, істі жүргізу үшін. Сіз бұл жайлы білдіңіз бе? Бұл істі мен жүргіздім. Неге жасырдыңыз? Бұл жұмысқа байланысты. Әріптесіңіздің аяғынан шалмақ болдым деп айтпаңызшы. Әріптесімнің? Мені солай жасайды деп ойлайсың ба? Онда неге? Егер капитанды ұстаса не болады білесің бе? Біз жүргізіп жүрген сериал қаншердің ісі жемқор полицейдің ісіне айналады. Сонда бұны қылмыскер табылмайынша жасырмақшысыз ба? Мен бұдан да маңызды іспен айналысқым келеді. Бірақ
біз жұмыс барысында капитанмен байланысын анықтаймыз. Маза клубымен. Бәрі мүмкін. Бірақ қазір емес. Қазіргі мақсатымыз Ким Чун Уны қолға түсіру. Мен бұл жайлы капитанға ескертейін. Капитан, бейне анализдер нәтижесі келді. Әкел көрейік. Ким Чун Ун 27 жаста, Джи Сойонның жігіті. Кімнің? Сейхын зауытындағы бірінші жәбірленуші. Ол әлі тірі ме? Біз оны күдікті ретінде тергеуіміз керек. Кейхун, бұның Мэйзи клубына байланысы бар ма? Онсыз да бәрін айтайын дегем. Офицер Ли бәрін білет. Енді бұл істен таза шығу мүмкін емес. Сондықтан бұл істі асқынтып жібермейік. Қалай? Ким Чун Уны пайдалануымыз керек. Мен оның мекен жайын білем. Қазір ол офицер намның бақылауында. Алдымен оның келуін сұрайын. Жақсы. Тағы да. Маған сен. Жарай ма? Жарайды. Бұл қандай жер? 예전에 Кезінде мен осы жақта қорғаныс қаруын сатып алғанмын. Өлетін болсам да, ауыртпаушылықты азайтқым келеді. Біз Кіріңдер. Бұл ұшақты тоқтата ала ма? Жоқ, тоқтатпайды. Тек оқты ғана тоқтатады. сонда пышақтан не қорғай алады? Осында күтіңдер. Маған жауап беру керек. Шыға тұрсам болады ма? Чонюн, менің саған сұрағым бар. Сенің қасыңда біреу бар ма? Жоқ, мен жалғызбын. Ал жаныңдағы болашақты көре алам деген адам кім? Қайдан біліп қойдыңыз? Ол адам қанішер болуы әбден мүмкін. Ол саған ештеңе істемеді ме? Жоқ, Чонюн, өтініш. Мені жақсылап тыңда. жақсы, мен ол жерді білемін.
Сонда барамын. Бірақ аға, әлгі еркек шынымен де 있는 남자애가 Ол не деп айтса да, ондай қанішерлер ешқашан өзгермейді. Біз оны тездетіп ұстауымыз керек. Естіп тұрсың ба? Қандай жағдай болса да, мен сені қорғайым. Маған сенесің бе? Иә, Жақсы, рахмет. 여기야. мұнда мен өлемін. Қазір 11-ден 35 кетті. 35분입니다. Жиырма 25 минутын қалды. Иә, капитан, сен қайдасың? Енді мен бактың тапсырмасындасың ба? Кешіріңіз? Соны айтасыз ба? Сен қазір кімді аңдып тұрсың? Оның есімі Ли Чонюн. Бұрын Мэйз клубында жұмыс істеген. Оны біреу аңдып жүргеннен кейін маған қарай тұруын сұрады. Ли Чонюнның жанында бір жігіт бар ма? Иә. Маған өзіңнің тұрған орныңды жіберіп, мені мұқият тыңда. Офицер Пак қазір сонда бара жатыр. Мен соған қосылайын ба? Жоқ, егер бір нәрсе болып жатса, бірден маған айт. Ал офицерге участкеге қайтқаныңды айт. Не? Нам Сан Хён, бұл қиын емес деп ойлаймын. Жай ғана айтқанды істе. Жақсы түсіндім. Кейхун саған айтты ма? 제가 알아내고 묻는 겁니다. Жарайсың. Сондықтан сенде Ішкі істер зерттеу бөлімшесіне тапсырмас бұрын сізден жеке естігім келіп тұр. менің кешірім сұрағанымды қалайсың ба? Неге сіз бұлай жасадыңыз? 아, Капитан! Сен онсыз да барлығын білесің.
Сондықтан басқа айтарым жоқ. Ең алдымен Ким Чон Умен айналыс. Офицер Нам оның қайда тұрғанын біледі. Ал офицер Пак сонда бара жатыр. Ким Чун? Ким Чун қайда екенін білесіз бе? Кихун саған айтпады ма? Ол офицер Намнан оны бақылауын сұраған. Офицер Нам, мен учаскеге қайтам. Маған ешкім сенбейді. Себебі бұл сандырақ. Біреудің өлімін көрдім деп айту. Не дегің келіп тұр? Сен де маған сенбейсің ғой. Сен жаңа ғана кіммен сөйлестің? Сен сол адамға сене аласың ба? Жоқ. Енді мен тек өзіме сенетін боламын. Себебі жақында өлемін. Мен оны көрдім. Сондықтан маған сенуің керек. 현재 시각 Қазір 11-ден 57 кетті. 57분입니다. Сенің өлуіңе аз уақыт қалды. Тиме маған! Жібер деймін! Өтінем. Маған сенші. Қозғалма. Оны жібер. Кері бұруды одан аушақта. Пышақты таста. Пышақты таста дем Ким Чуну. Мұнда жақындама. Ескертем, оны істеуге міндеттімін. Пышақты тастамасаң, саған атам. Пышақты таста. Мен олай жасай алмайым. Қанышер осында. 거야. 살인마가. Қанышер? 왜? Не, 걱정. уайымдап тұрсың ба? Себебі ол сен айтқандай өлмейді. Әлде 이제 оны өлтіре алмайым деп қорқып тұрсың ба? Сен ескертпейсің. Сен жәбірленушіге жариялап айтасың. Сен осында алып келіп, ол біздің іске көмектесті. Осымен бітті құрып кеткір Қанышер. Бұл сен болдың. Оны сен өлтірдің. 현재 시각 오후 11시 Қазір 11:59.
Бәрі жақсы ма? Иә, Кешір, мен ертерек келуім керек еді. бәрі дұрыс. Сіз дәл уақытында келдіңіз. Жақсы. 오전 0시. Қазір түнгі 12. Неге мен тура 6 сағаттан кейін өлуім керек? Себебі сенің сағатың түн ортасын көрсетті. Туған күніңмен, Ли Чоньон. Мен саған сыйлық дайындадым. Сен маған алғыс айтып, оны қабылдауың керек. Ал. Ал деймін. Аға, әлгі әйелдердің бәрін сіз өлдірдіңіз бе? Неліктен? Қайта туылу. Қайта туылу? Бұл менің парызым. Халықты қорғап, қылмыскерлерден тазарту. Зұлымдықтан қорғау. Бірақ әлгі әйелдердің кінәсі жоқ қой. Сен сияқты ақымақ оны қайдан білсін? Бірдеңе сұрайын. Мейс клубы жақсылық па? Әлде зұлымдық па? Не сандырақтап тұрсыз? Бұл зұлымдық! Бұл зұлымдықтың бейнесі. Әлемді құртып жүрген қылмыскерлер мекені. Чхой Хёндоға жұмыс істегеннің бәрі және сенде. Және шындықты білетін полицияда. Оны жасырып қалауларын жасамайды. Олардың бәрі пайдасыз қоқыс. Сізге не болған? Адамдардың тағдырын шешетіндей кімсіз? Чоньон. Қалай ойлайсың? Сен көмекке лайықсың ба? Көмекке? Мен сені құтқара алмағандай, сен де мені құтқара алмайсың. Қаншық. Сен түсінбей тұрған сияқтысың. Бізді құтқара алатын жалғыз адамдар біз өзіміз. Бейшара қанішер. Сен жеңілдің. Ал енді қалай аяқталатынын мұқият қара. Қазір өлесің.
Қазір 12-ден 01 кетті. Не үшін? Не үшін сен оны өлтірдің? Доғар! Тоқтат. Дәл осы қанышер сияқты болғың келе ме? Осылай қоя салайықшы. Жексір, жібер мені. Ким Жуну, қимылдама! Аға, сіз олардың бәрін өлтірдіңіз бе? Неліктен? Қайта туылу. Қайта туылу? Ол менің парызым. Халықты қорғап, қылмыскерлерден әлемді тазарту. Зұлымдықтан қорғау. Бірақ әлгі әйелдердің кінәсі жоқ қой. Маған аудио жазбаны жібере аласыз ба? Иә. Сен қалай тірі қалдың? Мен өз болашағымды көре алмайым. Сенікі қорғамаған сияқты. Егер ол тереңірек кіргенде, өліп кетер едім. Бірақ сенің болжауың іске асқаны жақсы болды. Бір жыл бұрын менің қызым қайтыс болды. Мен оның қалай өліп жатқанын көріп, бірақ ештеңе істей алмадым. Мен күнді де, уақытты да білмедім. Мен оған сатып алып берген көйлек қанға малынды.
Оны жерлеп жатқан кезде тағы да біреудің өлімін көрдім. Бұл жолы оның құрбысы болды. Біраз уақыт өткеннен кейін оның құрбысы да өлді. Мен оған не көргенімді айтқам, бірақ ол маған сенген жоқ. Солай 3 әйел өліп кетті. Ал кейін олардың барлығы менің қызымен бірге клубта істегенін білдім. Сол үшін сонда жұмыс істеген қыздардың бәрін іздедім. 운명을 바꿀 수도 없는데. Неге сен олай жасадың? Саған ауыр тиген болса керек. Маған бір ой туындады. Көргендермен жүріп, қанішерді ұстамақ болдым. Өлімдерді тоқтата алмасам да емдегенде қанішерді ұстаймын деп шештім. Содан сен мені таптың. Сені көргенде сенің болашағыңды көрдім. Бірақ осы жолы нақты уақыт пен күні жазылған. Содан кейін өлтіру уақытында мен де сол жерде болдым. Сол үшін сен менімен соңына дейін бардың. Мен сенің тағдырыңды өзгерте алмайым. Бірақ мен өлетін жерде сен ғана болдың. Және сен ғана қылмыскерді ұстай алатын едің. Бәрі болды. Сен тағдырды өзгерттің. Көп адамның тағдырын. Солай ойлайсың ба? Әрине. Оған менен асқан дәлел бар ма? Өмір өзінің кезегімен жүреді. Бір күні біздің қайта кездесетініміз елестеттім. Бірақ ол күн мен ойлағаннан да ертерек келді. Сенде бәрі жақсы ма? Өзің қалай ойлайсың? Жақсы деп ойлаймын. Ал сен ше? Әлі де сұмдықты көресің бе? Жоқ. Басқа көрмеймін. Өкінішті ақ. Сені кездестіргенде қалай өлетінімді сұрайын ба деп ойлаған едім. Мен соңғы көргенімде жасы келген әйел болды. Және өзіне ұқсас отбасысы. Шаттыққа бөленген үйде. Жасы келген әжей төсекте әрең демалып жатты. Ал оның жанында күйеуіне ұқсас шалды көрдім. Ол оның қолын қатты қысып, бұл мен емес. Осыдан кейін болашақты көрмейтін болдым. Сондықтан сен өміріңнің соңына дейін бақытты боласың. Сен мені алдап тұрған жоқсың ғой. Әлі де маған сенбейсің бе? Себебі әлгі күні түн ортасы болғандықтан ба? Мен саған бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім. Ол кезде менің сағатым 1 минутқа артта болды. Сондықтан сенің көріпкелдігің тура болды.
Мен саған сенемін. 60 жылдан кейін сен өлесің. Бейненің спонсоры Рысбеков. Мәтінді қазақ тіліне аударған ғажап дыбыс арнасы. Мәтінді оқып дыбыстағандар Сұлтан мен Мерей. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.